Сәлем досым, менің атым Эйни. Жөнінде бүгінгі видеодан бастап мен Майнкрафттың бір блок картасында 100 күн өмір сүріп көретін боламын. Алай болса, арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Әрине, мен де өз выживаниямның басында әдеттегі нәрселермен айналыстым, яғни блок сындыру, аралды үлкейту, және мына жазулардан өлгенше шошыну. Ал одан кейін өзінде бар блоктардан аралымды тағы да аздап үлкейтірдім. Сосын қайтадан блок сындыруды жалғастырдым. Тауық пайда болды, аралымды үлкейтірдім, сандыққа зат салдым, тағы да бір тауық пайда болды. Шошқа бізге мүлдем керек емес, сондықтан да оны тастап жібереміз. Сандықты үлкейтіріп, және де кирка жасап болғаннан кейін қайтадан блок сындыруға кірістім. Менің аралымда жануарлар көбейіп кеткеннен кейін оларға өз үйлерін жасап беремін деп шештім. Менің ойымша біздің қора жаман емес сияқты, сондықтан да блок сындыруды жалғастыра берейік. Маған әзірше керек емес заттардың барлығын сандыққа салып қойдым. Ал енді қайтадан блок сындыруды жалғастырамыз. Мына сиыр бізге болашақта керек болып қалуы мүмкін, сондықтан да оны өзімізбен бірге алып қаламыз. Менде одан да басқа 3 сиыр бар екен, сондықтан да... Короче, блок сындыруды жалғастырамыз. Негізі мына қоймаған болашақта төсек жасау үшін өте қажетті, бірақ оны қораға кіргізу маған аздап қиындық тудырды. Менің сандығым жай-жайлап толып жатқан сияқты, болашақта тағы да сандық жасауға тура келеді. Ал енді көп сөзді қойып, блок сындыруды жалғастырамыз. Мына жүрекшелерге толы сандықтың ішінде не бар екені маған да қызықты болып тұр. Ал оның ішінде су бар екен. Су бізге болашақта өте қажетті болады. Қазіргі мендегі бар блоктар мен аралымды аздап үлкейтіріп алған дұрыс деп ойлаймын. Бұндай аралда енді құлап кетемін деп қорқпай жүре беруге болады. Өйткені ол өте үлкен. Ал ендігі кезекте мен үшін ең қиын жұмыстардың бірі сандықты реттеу. Маған не жетпей жатқанын білмеймін, бірақ аралымды тағы да үлкейтіргім келіп тұр. Ал енді осындай үлкен аралға ағаш еге беруге де болады. Ағаштардың бәрін егіп қойдым, енді олардың өсуін күтсек болды. Ал оған дейін блок сындыруды жалғастыра береміз. Ал бұл менің аралымда пайда болған екінші қой. Әрине қойлар маған өте қажет. Сондықтан да мен оны өзімнің қорама кіргіздім. Ал одан кейін қораға оңай кіріп шығу үшін екеуін де өлтірдім. Бұлардың бәрін жасап жүргенде ағашты өсіп қалыпты. Сондықтан да оны сындырып шығамыз. Ал ағаштарды сындырып болғаннан кейін одан түскен көшеттерді бірден жерге егіп қойдым. Ал одан кейін сандықты реттеп және де қайтадан блок сындыруға кірістім. Сындырған блоктарымды алып тағы да аралымды үлкейтірдім. Әрине одан кейін тағы да блок сындырамыз. Осылайша келесі күнге дейін блок сындырдым. Бұл кезде мына ағаш өте үлкен болып өсіп кетіпті. Енді оны сындыру керек. Енді мен ағаш жайлы мүлдем уайымдамасам да болады, өйткені менде ағаш өте көп. Ал енді аралымызды үлкейтіп және де үй сала беруге де болады.
Достар, үйді енді бітірейін деп жатқан едім, сол кезде маған мынандай скелеттер шабуылдап жатыр. Енді короче достар, қазір осыларды өлтіруіміз керек. Әйтпесе қазір мен өлтіріп тастайды. Достар, 4 ақ қалды. Әрең өлтірдім ғой мыналарды. Негізі екеуі болатын, олар қалай біреу қайда кеткенін білмеймін. Әйтеуір, короче, сырттама шығар. По-моему, қазір көреміз достар. Жоқ, сыртта жоқ екен. В общем, достар, давайте выживаниемізді жалғастыра берейік, ол скелеттер жоқ болса. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы скелеттермен шайқасып жүріп, үйімді бітірдім. Енді үйім қалай шыққанын комментарийға жазып кетіңіздер. Ал үйімді салып бітіргеннен кейін қайтадан блок сындыруға кірістім. Ал бұдан кейін құбыжықтар маған тағы да шабуыл жасады. Мен олармен шайқасып жүріп бір мәрте жеңіліп қалдым, бірақ мен берілген жоқпын. Және де қайтадан шайқасқа кіріп кеттім. Ақыр соңында жеңіске жетіп, эндерменді де өлтіремін деп ойладым, бірақ ол өкінішке орай қашып кетті. Ал мен сандығымды және де оның ішіндегі барлық заттарды үйдің ішіне тасыдым. Сандықтардың барлығын ішке кіргізіп болғаннан кейін малқораны аздап үлкейтірдім. Мыналарға үлкен қылып қора істеп берсем, бәрі бір бұрышқа тығылып тұр ғой. Базар жоқ. Малқораны бітіргеннен кейін қайтадан блок сындыруды бастадым. Ал одан кейін жаңадан өскен ағашты сындырып алып, және де оны сандыққа салдым. Ал сандықтың ішін жақсылап реттеп қойдым. Ал одан кейін бірден егін егуге кірістім. Тағы да блок сындыру, тағы да сандықты реттеу. Бұл нәрселерден мен де шаршадым. Сондықтан енді мен олардың барлығын жай ғана өткізіп жіберемін. Ал сіздер маған сенесіздер деген ойдамын. Сіздер болғанда ертең күн бір блокты бір алған кезде біреу айтып жүруі мүмкін, енді сен творческийдан алып алдың деп. Сөйтіп айтып жүрмесеңіздер болды, енді маған главный просто мынаның бәрін бүйтіп ускорениеға қоя беретін болсам, жалығып кететін сияқты адамдар. Блоктарды сындырып жүріп, ақыры екінші фазаға жеттім, ал енді ойын қызығырақ болады деген ойдамын. Екінші фаза ол шахта болып шықты. Енді мен өз үйіме факел жасап жарық қыла аламын. Әрине менде факел пайда болғанда мен бірден солай жасадым. Яғни мен барлық жерді жарық қылып шықтым. Өздеріңіз көріп тұрғандай менің үйімнің ішінде крипер жүрді. Әрине бұл мен үшін және де менің үйім үшін өте қауіпті. Сондықтан да мен оны сыртқа алып шығып жарайын деп шештім. Өкінішке орай менің аралымда крипер жарып жіберді. Енді оны қалпына келтіру керек. Бәрін жөндеп болдым ба десем, бір блок жетпей қалғанша. Жарайды, онда мынандай блокты қоя саламын. Әрине аралымды жөндеп болғаннан кейін мен қайтадан блок сындырдым. Блоктарды сындырып жатқанда менің киркам сынып қалды. Сондықтан да маған жаңасын жасау керек. Жаңа кирка жасап алып қайтадан блок сындыруға кірістім. Ал одан кейін пеш жасап өзімде бар темірлердің барлығын балқыттым. Ал одан кейін өте ұзын болып өсіп кеткен ағашты сындырдым. Өзімде бар темірлерден қайшы жасап қойлардың жүнін қырықтым. Ал сосын малдардың барлығына тамақ бердім. Ал олар өз кезегінде бала туды. Ал мен осындай нотада өз видеомды бітіргім келіп тұр. Сіздерге ұнаған болса міндетті түрде арнаға тіркеліп және де видеоға лайк басып кетіңіздер. Достар, мен бұл видеоға өзімнің өте көп күшімді салған болатынмын. Сондықтан да бағалайсыздар деген ойдамын. Міндетті түрде достар комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл видео қалай шықты, сіздерге ұнады ма, ұнамады ма? Осы жерге дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған мен Эйни. В общем, давайте.